Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз ортопед маманымен сұхбаттасамыз. Яғни сізде аяқта буын сырқырау болса, немесе жастардағы қазір қандай өзекті проблемалар бар, барлығын көтергіміз келіп отыр. Бүгінгі біздің қонағымыз Нұрахметов Әсет Асқарұлы. Танысып отырыңыздар, мықты ортопед мамандарымыздың бірі. Енді қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Жалпы қазір енді бірден сұраққа көшейінші. Жастар арасында жалпы аяқтың қисаюы немесе бақайдың қисаюы деген қыздар арасында болсын, жігіттер арасында болсын көп. Бұл неден? Яғни біз дұрыс тамақтанбай немесе дұрыс аяқ киім кимегеннен бе, әлде ол тұқым қуалай ма? Біріншіден, қарындасымна подкастқа менің бірінші қатысып отқаным подкастыма шақырғаныңызға рахмет айтамын сізге. Екіншіден, әрине өзіміздің мамандық, бірден сұраққа көшіп жатсыз. Өте маңызды сұрақ, маңыздылығы қазіргі күнгі ортопедия саласындағы болып жатқан індет деп айтсам да болады. Аурулардың бірі ол мынау табан сүйегіндегі бірінші бақайдың қисаюы өте жиі кездесіп жатыр. Бұның себебі біріншіден атап өту керек, ол генетикалық факторы, яғни анадан балаға берілген, әкеден балаға берілген індеттің бірі. Екіншісі ол қазіргі мынау гаджетпен біздің балаларымыз ұзақ уақыт отырып қалады, яғни ұзақ уақыт отырған кезде жаңағы баланың аяқ сүйектері, бұлшық еттері, сіңірлерінің дамуына нұқсан келіп жатыр. Сол себепті осы патологияның дамуы қазіргі күнде жиілеп кетті. Бұрынғы кезде осыдан 15-10 жылдар бұрын егер салыстыратын болсақ, 45-50 жастағы науқастарымыз болатын, жиі кездесетін. Қазіргі күнде 12-11 жасқа дейін біздің жас науқастарымыз бізге келіп жатыр. Яғни бізге кеңеске келген кезде 11-12 жастағы жас балалардың бірінші бақайының қисаюы кездеседі. Алайда біз оның себебін қазіргі кездің аяқ киімдердің Қытайда өндіретін, басқа елдерде өндіретін технологияға сай емес, адам организміне, жаңағы табан сүйектерінің бұлшық еттеріне сай емес жасалған аяқ киімдерде тікелей себеп. Өйткені өзіміз сізбен біз білеміз, халықтың арасында ондай аяқ киімдер көп. Біреу білсе, біреу білмей жатады. Осы себептер, 3 себепті айтап өтетін едім. Енді жалпы бұл косметикалық проблема ма, әлде бұл негізі ары қарай өткен сайын қауіпті ма? Әрине, ең бірінші косметикалық проблема жатпайды. Өйткені егер де косметикалық проблема болса, бізге жүгінетін науқастардың көлемі азаяды. Өйткені науқастарға мүлдем жаңағы косметика әрине бар, олай келетіндер проценттер бар. Бірақ біздің әдетте халқымыз қатты ауырып, аяқ киім кие алмай, бақай қисайып, буыны іріңдеп, ісіп, сондай жағдайда көп жүгінеді. Әрине ол ауыр жағдайда уже келеді. Сол себепті көбінесе хирургиялық біздің көмегімізді сұрайды. Енді осы мысалы 40 жастағы бір әйел адам немесе ер адамның осындай бақай қисайды делік. Енді қатты ауыр жағдай емес, орташа жағдайда сізге келді делік. Қанша уақытта ем алып, яғни аяғынан тұрып кете алады? Біз бірінші жүгінген науқастың аяғының жағдайын анықтаймыз. Қанша сатылы вальгустық қисаюы, қаншалықты буында зақым келген, басқа да қосымша аурулары бар ма осыған әкелген. Соны бірінші бағалаймыз. Жаңағы зерттеу, рентген жасаймыз, басқа да компьютерлік томография сияқты зерттеу әдістерін жасаймыз да, анықтап, қаншалықты операциямен қаншалықты біз көмек алатын жағдайымызды анықтаймыз да, немесе операцияға дейінгі консервативті емге жүгінетіміз ба, соны анықтап аламыз. Көп жағдайда жаңа өзіңіз айтып отқан тура осы науқас егерде жүгінетін болса,
ол кезде ауру сезімі бар деген сөз. Қисайған жаңағы айталық бір екінші сатылы қисаю, яғни бұл жерде консервативті операциясыз ем көмектеспейді. Ол кезде менің ойымша операциялық ем тек қана тағайындалатын болады. Енді сондайды байқаса, мысалы 20, енді біз 25-30 жас аралығындағы енді қыздар бар ғой, биік өкше кигеннен сондай пайда болуы мүмкін, ұзақ уақыт. Сондайды байқаған кезде бірден дәрігерге жүгіну керек пе, әлде сол Бақиға тағатын қазір түрлі пластикалық бір нелер бар, заттар бар, бұйымдар, соны тағу керек пе, әлде бірінші міндетті түрде дәрігерге барып көрсету керек пе? Әрине бірінші міндетті түрде көрсету керек, өйткені бұл аурудың қыры мен сыры өте көп. Жай ғана бірінші бақай болған дейік, бірақ бұл жерде бұған қатысты себепші қаншама буындар бар аяқтағы. 30-35 буынды бар деп айтайықшы. Соның бәрі осы бірінші бақайдың жұмысына әсер етеді. Сондықтан бірінші менің айтарым, ол кісіге дәрігер ортопед маманына жүгініп, қандай нұсқаулар беретіндігін тыңдаған жөн, өзін емдемеуге тырысу керек. Ал енді қазір түрлі ортопедиялық ұлтарақ деп жатамыз ғой, стелки дейді кейбіреулері. Сондай мүмкін аяқ киім, ол ұлтарақ болсын, немесе массаж қаншалықты көмектеседі жалпы? Егер де бірінші бақайдың вальгустық қисаюы егер де бірінші сатылы болатын болса, оны жаңағы сіз айтқандай ортопедиялық ұлтарақпен, массажбен, дұрыс аяқ киіммен профилактика жасап, ары қарай басқа сатысына ауыспайтындай қылып күтінуге болады. Бірақ жаңағы екінші, үшінші, төртінші жаңағы атап өткен сатыларға ауысатын болса, онда консервативті ешқандай ұлтарақ та көмектеспейді, массаж да ешқандай ем көмектесе алмайды. Ол кезде тек қана операция жасау. Енді қазір жалпы жасөспірім қыздардан бастап биік өкшені көп киеді. Осы биік өкше негізі жалпы қыз балаларға қалай әсер етеді? Үнемі аяғынан биік өкшені тастамай киетін қыздар бар. Негізі ол өте қауіпті ғой. Сіздің сұрағыңызды түсіндім, өйткені бұл сұрақ маған осы бір 10 жылдары қойылып жүрген сұрақ. Ортопед маман ретінде аяқ буындарымен айналысатын бірнеше телеарналарда тура осы сұрақтармен мен шақырған болатын. Сол кезде бір күлкілі жағдай болған. Маған тікелей сұрақ қойды шет жақтан, әдеміше бір келіншек. Сіз маған қараңыз, менің аяғымда 12 сантиметр өкше бар. Сіз маған осы әйел адамдарына ең әдемі аяқ киімді қалайша маған киме деп айтасыз деп. Сол кезде бір күліп жауап бергенім бар. Әрине, әдемі өздеріңізге ұнайтын аяқ киімдеріңізді киіңіздер, 12 сантиметр болсын, бірақ оған шектеу бар. Егер де той томалаққа шығатын, выступать ететін жерге барсаңыз, сіз алып барыңыз басқа аяқ киіміңізді, ол аяқ киіміңізді өкшелі шығып билеп алғаннан кейін, басқа да жаңа жұмысыңызды бітіргеннен кейін басқа аяқ киімге ауыстырыңыз деген жаңағы нұсқау берген болатынмын. Бірақ менің мақсатым ол жерде бүкіл біздің әйелдерді, қарындастарымызға өкшені биік кимеңіздер деген емес, бірақ оның тек қана себеп салдарын, оған неге әкеп соғатынын айтқым келді. Өкше әрине ол, былай қараңызшы, елестетіңіз, 10 сантиметр өкше, бас жағы аяқ киімнің өте қысқа, яғни біз егерде жоғары жақтан былай аяқ киімге киініп тұрған, аяққа киіліп тұрған аяқ киімді егерде салыстырып ойлап көрсеңіз, сіздің аяғыңыздың басы өте ішке қарай ығысады, яғни ыңғайлы емес, әдемі бірақ ыңғайлы емес. Бүкіл өкшенің салдарынан бүкіл аяқтың салмағы, жүрген кездегі салмағы алдыңғы қарай ауысады, яғни ол дұрыс емес. Ол физиологияда, аяқтың сүйектерінің дамуына да, оның жаңағы басқа да патологияға әкеп соғуына тезірек мүмкіндік жасайсыз. Сондықтан биік аяқ киім жақсы деп айта алмаймын. Сондықтан қыздар биік өкшелі аяқ киімді көп кимеңіздер. Енді қазір сіздің алдыңызға келетін науқастар қандай
яғни бір нелермен келеді, аурулармен келеді, қандай диагнозбен көп кездеседі жастар арасында болсын немесе үлкендер арасында? Қазіргі күні біз науқастардың әрқалай аурулары, бірнеше аурулары жаңағы аяқта кездесетін жиілеп кеткен және жасарып кеткенді мен айтқым келеді. Неге? Өйткені мынау технологияның дамуы, әр техника отырып жұмыс істеудің, ұзақ уақыт отырып жұмыс істеудің, жаңағы отырып жұмыс істеуге әкеліп соғады. Яғни физикалық күштің, аяқтың бұлшықеттерінің дамуы, жалпы организмнің дұрыс дамуына кері әсерін тигізіп жатыр. Мен соған балаймын. Және мынау сіздер байқайсыздар, көп адамдар спортпен айналысады қазір. Жастарымыз өте жақсы бағытта, бәрі спортпен айналысуға құштар. Бірақ спортпен айналысуда ұмытпау керек, мынау нагрузканың, күштің, денеге түсетін күштің, дұрыс тамақтанудың, осылар себептердің бәрі өте маңызды екенін ұмытып кетіп жатады. Сол себепті жиілейтін патологиялар бұл буындардың артрозы. Біздің организмімізде буындарды артрозы өте көп. Содан кейін мынау өзім бұрын жаңағы жас кезімде деп айтайық, мектепте деп айтайық, бала кезімде деп айтайын, спортқа өте құштар едім. Әрқашан қасымда спортсмендер жүретін еді. Ол кезде қазір артқа қайтып ойлап отырсақ, көбінесе қателіктер жіберген болатын. Өйткені 150 килограмм көтеретін сол кездегі балалар, мысалы, титімдей, бойлары аласа, мысалы, ол нагрузканы көтеруге болмайтын нәрсе. Сол кезде де, мысалы, ол кездегі аяқ киімдердің формасы қазіргі аяқ киімдермен мүлдем салыстыра алмайсыз. Әрине, қазіргі жаңа айтып өткендей, біздің аяқ киімдердің бәрі Қытайдан емес қой. Ол жерде де жақсы аяқ киімдер бар. Мысалы, жүгіруге арнайы аяқ киім бар. Мысалы, теннис деп айтайық. Тенниске арнайы аяқ киім бар. Мысалы, былай ойлайтын адамдар бар. Тенниске жай ғана күнделікті далаға киіп жүрген аяқ киім жарайды деп. Ол дұрыс емес. Өйткені мынау теннисте ішіне кіріп кеттік, мынау спорттың, айтып өтейін. Қысқа қашықтықта өте қатты аяқты тіреу арқылы өзінің бағытын өзгертеді спортсмендер теннисте. Өйткені допқа былай жүгіресіз, риск жаңағы бірден тоқтау деген сияқты бар да, тобықтың қайырылуы бар. Тобық жиі қайырылады. Теннистердің жиі кездесетін ауруы. Айтқым келіп тұрғаны, спортқа ерте келіп, дұрыс емес бағытта айналысып жүрген балалар өте көп келеді маған. Маған өте ауыр, мысалы, 12-15 жастағы Астана қаласының немесе Қазақстанда спорттықтан, әр спорт түрлерінен сборныйда ойнап жүрген балалар, олар маған келеді. Жаңа озгуты шлатыры деген бар, көптеген кездесетін балаларда, жасөспірімдерде, ауруларда. Соған байланысты, ауру сезімінің қатты болуына байланысты, өкінішке орай, маған ауыр оларға бүгіннен бастап спортпен айналыспайсыз деген сөзді айту. Осы маған кейін кезде жиі кездесіп жүр. Тағы да айтып өтетінім, жаңа айттым ғой, артроз. Әрине, артрозбен спортпен айналысуға болады. Бірақ әрине оның функционалдығы, күші азаяды, мүмкіндігі азаяды. Сол себепті ол спортта ол адамдарды көре алмаймыз болашақта. Сол себепті өкінішке орай спортты аяқтауға мәжбүр болады ол кісілер. Енді жалпы ортопед маманына адамдар ауырған кезде ғана жүгінеді. Негізінде бір профилактика бойынша барып тұру міндетті ме өзіңіздің ойыңызша? Қазір сіздер интернет желісінде, жаңа жеке емханаларда жиі кездесесіздер. Чекап деген бар, чекап дегенге қазір қарапайым халықтың көбі түсінбей жатады. Ол чекап деген жаңасы өзің айтып отырған алдын ала профилактика деген сөз. Бірден халқымыз келіп жатыр оған. Қазір түсініп жатыр. Неге екен, қалай екен. Осындай керемет подкасттарыңыздың арқасында, халықтың алдына шығып айтудың арқасында көптеген халқымыз оны түсініп жатыр. Ол өте дұрыс.
өйткені ерте анықтаған ауру емделуге бізге жеңіл болады. Мгм. Енді бағана енді бақайдың қисаюы бойынша айттық қой, енді қазір көп жастар арасында енді ол маған ыңғайсыз көрінеді, бірақ осындай аяғым буыным қисық. Менің жаңа әкемде сондай болған, бірақ менде де осындай, оны дұрыстауға бола ма деген проблемалық сұрақ өте көп. Кейбіреуі ыңғайсызданады, бірақ кейбіреуі оған қарамай жаңа жүре береді. Бірақ тағы бір кісіден мен байқағаным, кезінен сондай аяғы, бірақ ол жас өте келе одан сайын қисаяды екен, иә. Осы бойынша айтайықшы, ол қауіпті ме? Мысалы жас балалар сіздерге осы бойынша келе ме? Енді бақайдың қисаюы жарайды, ол көрінбейді ғой, енді былайша айтқанда аяқ киімнің ішінде жүреді. Енді аяқтың қисаюы былай қарағанда енді адамның әдемілігіне де енді нұсқан келтіреді деп айтып жатады енді. Жастар арасында сондай пікір бар. Иә, сұрақ жақсы, бірақ жаңа аяқтың ішінде тұрады дедіңіз ғой, бұл жерде адамның ішіндегі көрінбеген проблемасы нашар негізі. Ол өте маңызды. Бірақ сұрағыңызға жауап берейін. Сіз айтып тұрған сирақ сүйегінің доға тәрізді қисаюы, иә. Ол біздің азиялық адамдардың, азиялық халықтың ең бірінші проблемасы деп айтайын. Өйткені біздің науқастармен сөйлесіп отқанда көбінесе, иә, әрине өте көп маған келетін науқастар, доға тәрізді деформация сирақ сүйегінің, ол да генетикалық берілетін аурудың бірі. Тіпті ауру деп те айтпай қойсақ та болады, өйткені бұл генетика. Сіз мысалы ата анаңыздан келіп сіздің аяғыңыз солай болады, сіз жас кезіңізде сіз ол мүлдем ауырмайды. Әрине ол деформация бізде жаңа градусымен есептелініп айтылады жаңа ортопедияда. Бірақ көбінесе жасы 30-нан асып 40-қа жақындаған науқастарда сол жаңағы кішігірім деформация тізенің артрозына әкеліп соғады. Біріншіден жаңа, иә, қыздарымыздың, ұлдарымыздың косметикалық әдемі емес деп келетіндері бар. Мейлінше оларға мен операцияға келісіміңізді бермеңіз деп сөйлесуге тырысамын әрқашанда. Өйткені операция ол организм үшін травма, сүйекті сындыру арқылы жөндейтін зат. Ұзақ уақыт жаңағы металл конструкциямен сүйекті өсіреміз. Ол оңай емес. Ол жерде де асқынулардың түрі бар. Сүйектің өспеуінен бастап жаңағы бұлшық ет тканьдерінің іріңдеуіне дейін, иә. Оны біреу білсе, біреу білмей жатады. Сондықтан бұл біздің өзіміздің Азия халықтардың бір ерекшелігі деп айтайын, иә. Қазір бізді жалпы осындай подкастты қолдап түсіріп беріп отырған Қазмет деген жастар ұйымы бар. Осы жандар яғни волонтерлық бағытта жұмыс істейді. Көбі студенттер, бірақ медик студенттер дейміз ғой, әр өңірден жаңағыдай волонтерлық бағытта жұмыс істейді. Мысалы ол кісілер үлкен кісілердің барып жаңағы қан диабетін тексеріп беруі мүмкін, тегін немесе тегін қан деген сияқты сондай көп жақсы жұмыстар бар. Енді сіздің ойыңызша осы жастар көреді ғой бізді, медуниверде оқып, яғни медициналық бағытта оқып, осындай волонтерлық бағытта жұмыс істеу дұрыс па? Яғни мысалы сіздің алдыңызға бір 10 шақты волонтер келді, бір больницада жұмыс істейсіздер, яғни олар әлі студент, бірақ сіздермен араласу арқасында олар көп практикалық білім алады, негізгі білімнен бөлек. Осы сияқты бір мысал келтіріп айта аласыз ба? Яғни медунивер студенттері волонтерлық жұмыспен айналысу керек пе сіздің ойыңызша, әлде қажет емес пе? Сабақтарын оқу керек пе? Әрине, мед университеті мен үшін ол ерекше университет. Сол жерде 11 жыл оқып тоздым. Мед университетінің студенттері өте ерекше мен үшін, өйткені бұл кісілер ұзақ уақытты қиын төзімді қажет ететін жолдан өтеді. Оны неге айтып тұрмын? Өйткені ондайға шешім қабылдап барған студенттер мейірімді келеді. Ол жерде жаңа асып тасып, жаңағы мүмкіншілігі керемет жаңа балалар барып оқуға түспейді. Алдын ала егер де дәрігерлік маманды таңдаған адам, ол жерде мейірімге құштар балалар бар.
ол балаларға сіз барып айтпасаңыз да, мына волонтерлық жұмысқа сіздерді шақырамыз деп айтпасаңыз да олар істей береді. Сондықтан менің ойымша олар бәрін үлгереді. Өйткені бұл жүрекпен істейтін жұмыс қой. Жүрекпен істейтін жұмыс, ол іштен шығады. Сондықтан ол кісілерге де тіпті барып айтсаңыз, көмектеспесеңіз, сабақтарыңызды дайындалсаңыз десе, ішінен бір топ табылады. Оған мен сенімдімін. Енді соны қазір енді әлеуметтік желі дамыған заман түрлі бір лайфхактарды әлеуметтік желіден үйреніп жатамыз. Соның ішінде балаға қатысты жазда топырақта, шөпте баланы жалаң аяқ жіберу керек, ол дұрыс екен, ортопедиялық жағынан өте жақсы екен деп жатады. Сіздің ойыңызша, маман ретінде пікіріңізді айтсаңыз. Иә, өзіміз де естідік, ауылдан өзіміз де солай жүрдік. Бізге де солай ата-анамыз солай айтқан. Бірақ менің бір ол жерде мен жақсы жағын айтып кетейін. Жақсы жағы баланың кішкене кезіндегі координациясы жақсарады. Ол бір. Екіншіден, сүйек бұлшық етінің сіңірлерінің дамуы болады бұл жерде. Және ерекше айтып өтетінім, мынау кішкентай бала әлемді енді ғана көріп таңғалып жүрген кезде табиғатпен байланысы жақсарады. Бұл үш түрін айтып кетейін, өте маңызды. Соңындағы мынау айтатыным, ол да әрине уақытпен шектелу керек. Мысалы, туғаннан бері жүргеннен бастап бәленбай жасқа дейін аяғыма менің жақсы болады деп жүргізе берсеңіз, әрине майтабанымыз келіп қалады. Соны себепті 5-7 жас деп айтатын едім мен. 5-7 жасқа дейін. Неге? Өйткені 5-7 жасқа дейін аяқта қисаюлар, жаңағы допустимый деп айтамыз ғой, болатын қисаюлар бар. Оған қатты алаңдаудың қажеті жоқ. Ол жерде де ортопед мамандардың шектеп айта алатын, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деп айта алатын моменттер де бар. Бірақ 5-7 жасқа дейін вальгустық қисаюы, сондай деформациялар балада болады. Өйткені 5-7 жасқа дейін қарқынды сүйектің өсуі, бұлшық еттің дамуы, сіңірлердің жетілуі. Сол кезде. Содан кейін балаларға тасты жерге, текс емес жерлерде, тікен, өткір тас, басқа шұрық жерлерде жүрудің қажеті жоқ. Ол жерде жаңағы құм, тегіс жер, сондай жерде ғана жүрген дұрыс. Енді біздің подкастымыз пайдалы болып жатыр деген ойдамыз. Енді өзіңіз білетіндей, бұрын артық салмақ тек үлкен кісілерде болатын. Жаңағы тізе аурулары сол салмақ жиналғаннан пайда болады ғой. Ал қазір жастар арасында артық салмақ өте көп. Осы бойынша да айтайықшы. Ата-аналар балаларына көп енді қарайды ғой, әрине қарамайды демейміз, бірақ мән бермейді десек болатын шығар енді артық салмағымен күресуге. Ол үлкен жаңағы тізенің немесе омыртқаның ауруларын алып келеді ғой. Соны айтайықшы, маман ретінде болмайды, ол артық салмақпен кішкентайынан күресіңіз деп жеткізіңізші. Иә, өзімнің жеке өзімнің ортопед маман ретінде емес, жалпы өзімде сонымен күресудемін, жалпы. Өзіңнен бастайсың ғой, әрине. Өзі аты айтып тұр, артық салмақ. Артық заттың бәрі дұрыс емес. Осы жерде уже анықтап айтып тұр. Артық салмақ медицинада ешқайсына жақсы нәтиже әкелген жоқ. Ешқайсына. Тіпті мынау буындар, артық салмақты буындар, өзіміздің буынымыз жетілген, ол артық салмаққа есептелмеген зат. Және мынау адамның буындағы шеміршектен құралады. Шеміршектің артрозының 4 сатысы бар. Егер де сіздің артрозыңыз екінші сатыға барды дейік, екінші сатылы артроз, ауыр салмақтың себебінен. Сіз егер де салмағыңызды тастамасаңыз, ол 4-ші саты болады. 3-ші саты болады. 3-ші саттан ешқандай әлемде еммен сіз 1-ші сатыға қайтара алмайсыз. Ол тек қана дамиды. Либо сол жаңағы сатыда қалдыруға болады.
Мгм. егер де салмаңыз тастасаңыз, режиміңізді өзгертсеңіз, жаңағы бұлшықеттерін шынықтырсаңыз, сол буынды ұстап тұратын, иә, әрине оны қалпына қалдыруға болады. Салмақ әрқашанда дұрыс емес. Тағы бір себебі, мысалы жаңағы операция жасайтын маман болғандықтан айталық, толық адам дейік, сүйегі, толық адамның сүйегі ешқашанда жуан болмайды. Иә. Толық адам мен арғы адамның сүйектері бірдей болуы мүмкін. Сол себепті сыртына қарап, мысалы өте үлкен толық адамды сүйектері мықты екен, бұлшықеттері мықты екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Жаңағы теріні кесу арқылы операция жасаймыз ғой сүйекке. Толық адамның жаңағы жарасы өте қиын жазылады, естеріңізде болсын. Өйткені мынау май қабаты жаңағы қан табанымен дұрыс қалыптаспаған, сол себепті ол жерде ұзақ уақыт жараның жабылмауы, іріңдеуі кездесіп жатады. Ол жаңағы жай ғана себепті айтайын сізге. Екінші жағынан зат алмасу, организмнің зат алмасу, сүйектің қанмен қамтамасыз ету, оның бәрі бұзылады. Сол себепті өздеріңіз шешіңіздер. Енді қазір сүйек ауырса, жалпы бұрыннан бар ғой, енді қойдың майы немесе бір дәріханадан алатын май, жақпа майлар жағып жатады. Сіздің ойыңызша дұрыс па ол? Мен былай айтайыншы, мен де ауылда өстім. Осы күнге дейін бізде әлі күнге дейін ауылды сағынамыз ғой. Ол бір ауылдан келіп жатқан метод. Қаладағы үнемі өмір бақи қалада тұрып өскен бала, ата-ана ол сізге май жақпайды қойдың ешқашанда. Оның мысалы күнде халықпен жұмыс істеп жүрміз ғой, иісі жағымсыз деп те тіпті айтады да сізге, анау әсерін қоя тұрып. Мен былай айтайын, менің мамамның кішкене кезімде арқама, кеудеме ауырған кездегі жағып отқан қойдың майынан емес, мен мамамның қолынан айналып кетейін де. Сіз түсінген шығарсыз, көмегі шамалау. Бірақ мамамның қолын ұмытпаймын. Енді әлі күнге дейін сол жақпа майларға шын сеніп жағып жататын, тіпті әлеуметтік желіде енді ол мынандай жақпа май бар екен, ой, сіздің аяғыңыздағы буыныңызды тіпті керемет жазып жібереді екен деп әлеуметтік желідегі рекламаларға, жарнамаларға алданып қалатындар өте көп. Сол себепті сұрақ қойып отырғаным ғой. Енді Қазақстан Республикасының жаңа министрлігі, денсаулық сақтау министрлігінің фармакология контроль деген бар, бақылау деген орталық. Сол орталықпен бекітілген, тіркелген, регистрация өтілген майлар бар. Мысалы, ашық жараға жағатын, жараны тез жазу үшін арналған жақпа майлар бар. Халықты сонымен шатастырмасын деп айтқым келіп тұр да. Оған регистрация жасалмаған майларды қолданып, алданып қалмаңыздар, маркетингтің құрбаны болмай. Енді өзімізде ауылда қолымыз шығып кетсе, енді сынып емес, шығып кеткен жағдайда сынықшыларға баратынбыз, кішкентай күнімізде. Біздің ауылда бір ата болатын, ол кісіден басқа сынықшы болмайтын. Бірақ қазір сынықшылар өте көп. Яғни сарафаны радиомен барады, бірақ алданып қалып жатады. Кейін зардабын көреді. Сіздің алдыңызға сондай кісілер келді ме жалпы? Сынықшыдан кейін дұрыс бітпей қалған, дұрыс салынбай қалған? Ортопед маман ретінде 15 жыл жұмыс істеп жатырмын осы салада. Осы күнге дейін қаншама сынықшыдан кейінгі жаңағы науқастардың сынықтарын, шығуларын, басқа да ауыр жарақаттарын емдеп келе жатырмыз. Енді сынықшыларға үлкен тас лақтырмай қояйық, бірақ өте көп науқастар өтініш, егер де сынықшыларға бағытталады, егер де сынықты білмей тұрсаңыз, әрине білмейсіз, өйткені сіз рентген жасаған жоқсыз. Ол кісілер рентген жасамай-ақ бәрін қолмен көре береді әдетте. Біз мынау рентген жасап, компьютерный томография жасап, МРТ жасап, операцияның үстінде қоя алмай жатқан сынық сүйектерді шашып кеткен, неше түрлі сүйектер бар ғой, шашылып сынатын, неше түрлі переломдар бар. Соның бәрін сынықшылар көзін жұмып тұрып қолмен үйінде салып беруге тырысып жатады. Өте дұрыс емес. Өйткені
шынымен де шаршатады. Өйткені халық сенеді. Әлі соны жеңе алмай жатырмыз. Әлі күнге дейін мысалы осы подкастты мүмкін мен өзімнің сізбен қатысуыңызда сынықшылар туралы бірінші рет айтып отқан подкаст болуы мүмкін, өйткені мен бұрын кездестірмедім оны. Менің айтарым, халқым, сынықшылар салатын шығу түрлері болады, бірақ сынықшылар сүйектің сынғанын орнына келтіре алмайды. Сондықтан менің айтарым, біріншіден дәрігерге жүгініңіз. Ол жерде рентген жасайды сізге, сынықтың қай түрі екенін анықтайды. Тек қана сүйек қана сынбайды ғой, сүйек сынып бұлшық етіңізді жыртуы мүмкін, сүйек сынып нерв жүйелерін жыртып кетуі мүмкін, тамырларыңызды жыртуы мүмкін. Сіз қол аяқтарыңыздан бір есептелу 5-6 сағаттың ішінде айырылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан біріншіден дәрігер мамандарға жүгініңіз. Бәр жерлерде, әр қалаларда, әр райондарда, ауылдарда травматология пункттары ашық. Сондықтан қиналмаңыздар. Ал енді көп естіп жатамыз ғой, мен мысалы иығым шығып кетеді, үнемі шығып жүреді, сынықшыға барамын, ол ойнамалы деп айтатын еді. Сондай бір халықтың аузында сөз бар, сондай болып кетеді деп. Оны яғни сіздерге келгеннен кейін келесі ретте шығып кетпеуге атсалыса аласыздар ма? Әрине. Ол неден болады әсіз? Ойнамалы сүйектің буынның шығуы көбінесе иық шынтақ буындарының балаларда кездеседі. Бұл буынның сыртқы капсуласы болады, бұлшық еттер болады. Бірінші шығу ол травмадан болады, яғни турникке тартылдық дейік, мысалы турникте қолын қайырды да шығарып алды, яғни жаңағы иық буыны сүйегі жаңағы капсуланы бұлшық еттерін буынның жыртып шықты, яғни өзіне орын жасап алды делік. Ол орны өзінен өзі бітпейді. Сол себепті үнемі сол жерде нагрузка күш түсіп тұрса, сол өзінің ұясын тауып алып отырады үнемі. Сол жерден шығып алып отырады. Ол жағдайларда міндетті түрде операция жасау керек. Жаңа сынықшылар бір ауылда, мүмкін шет жақта ешқандай да пункттар жоқ деп айталық, травматолог жоқ жерлерде жаңа сынықшыға жүгіну мүмкін. Ол салып беру мүмкін. Уақытша. Уақытша салып береді. Бұл салып берудің өзі де бір проблемный мәселе ғой. Сүйекті буынын салып, қанша науқас келіп жатыр, сүйек буынын салам деп, бұл ұршығымды сындырды деп, мысалы сынды деп, өздері салып алып сындырып жатады, аяқпен қолтықтан басып алып сындырып жатады. Сол себепте ол буынды салды деген кезде ол жаңағы түкке тұрмайтын процесс сияқты болып естіледі, бірақ ол жерде де осложнение көп, асқыну көп. Сол себепті бізге бүгінгі күнде ортопедия саласы елімізде өте дамыған, дамып келеді, қарқынды дамып келеді деп айтсам болады. Ол иық буынның шығып кетуі, жаңа ойнамалы шығуы біз қазіргі күнде өте жақсы емдейміз. Қанша науқастарды спортқа да әкелдік. Біздің жаңағы ойнамалы иық шығуынан кейін Қазақстан Республикасының чемпиондары болған спортсмендеріміз бар, күресіп жүр. Жақсы. Ал енді жалпы сынғаннан кейін, сіздер операциядан кейін белгілі бір уақытта жаңағы темір қоясыздар ғой сүйекке. Онымен жаңағы елемей ұзақ уақыт немесе ерте алып тастайтын адамдар болады. Ол қаншалықты біздің ағзамызға кері әсерін тигізеді? Сынған сүйекті дейсіз ба? Иә. Сынған сүйекті алдын ала қойған кезде ол тура сол сүйекке қойылатын арнайы металл болады. Ол металлдар қаншама жаңа тексерістен, зерттеулерден өткен металлдар, толықтай адам организміне қолайлы металл, ешқандай жаңағы асқынулар тұрғызбайды. Егерде әрине оны біздің мамандар травмадан кейін, темір салғаннан кейін, біраз уақыттан кейін рентген жасап отырады. Сол рентгендерді салыстыру арқылы, егер толық өссе ғана алдыруға ұсыныс жасайды. Бірақ ешкімді тыңдамай, енді өзі алып тастамайды. Сондықтан кейбір жағдайда болады, өте күмәнді жағдайда металл алынып, кейін травма алып, жаңағы сындырып алып жатқан жағдайлар бар. Әрине, ол жер, сынған жер өскеннен кейін әлсіз участок болып есептеледі. Бірақ менің айтарым сол, сүйек өскеннен кейін алғызу керек қой металл.
бірақ алғыз болса да болады. Бұл Үміт темір бар. адам организміне арнап жасалған Мгм. все темір. Кеңесім мынау медицина саласында қызмет етіп жүрген адамдар әрқашан сіздерге мынау халыққа қызмет қой, басынан сол үшін қызмет етіп жүрміз. Көп жағдайда мысалы дәрігерлерге, медициналық қызметкеріне сенім артпай, көптеген қазіргі желіде неше түрлі жаңа тарап жатады, иә, бірінен бірі ала кетіп, қалай айтса да біздің дәрігер мамандар халық үшін жұмыс істейді. Чекап болсын, басқа да тексерістер болсын, бізге келсеңіздер, біз оның жаңа жігіне салып айтып түсіндіріп беруге әрқашан тырысамыз. Операция жағынан болсын, қандай көмек болса да біз әрқашан дайынбыз. Сіздің шақырып отқан подкастыңызға келіп отқан себебім де бірден бір сол. Өзімді көрсетіп қалайын, немесе тағы да бір сөйлеп қалайын деген ниетім жоқ. Сол себепті халқым әрқашанда дұрыс бағытта жүрсін деп ойлаймын. Соған сенемін. Біздің халық өте ақылды. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді бүгінгі біздің подкастымызға келісім бергеніңізге, уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің қонағымыз Нұрахметов Әсет Асқарұлы, ортопед маман. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар, міндетті түрде жауап береді. Жалпы бірінші кезекте сүйектеріңіз, буындарыңыз ауырса, ортопед маманына жүгініңіздер. Халықтық ем дұрыс, яғни әсер етпеуі мүмкін деген шешімге келдім бүгінгі сұхбаттан кейін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.